Қазіргі таңда елімізде отандық әдебиеттегі ең үздік 100 кітапты анықтау мақсатында жалпы халықтық сауалнамаға қатысып, өз таңдауымды Ақселеу Сейдімбековтің «Қазақтың ауызша тарихы» кітабын оқырман қауымға ұсынамын. Жалпы бұл кітаптың ішіндегі тақырыптарға келсек, қазақтың тұрмыстық, шежірелік, рулық, тайпалық тақырыбында керемет қамтиды. Біздің қазақ елінің жер су аттары, өзен көлдерінің бәрі, тауларының аттарына дейін ескіше аттар қамтылады. Біздің қазақтың даңқты хандарымыз, даңқты батырларымыз, датқаларымыз, билеріміз, шешендеріміз, сал-серілеріміз бәрі қамтылады осы кітапта. Біздің қазақтың жеті ата шежірелік, туыстық қарым-қатынасы, туыстық тарайтын жеті ата үлгісіндегі шежірелік тақырыптар өте мол қамтылады. Әрі салттық қазақтың дәстүрі, этнографиялық тақырыптағы мазмұны кең, көлемді, түсінікті оқырман қауымға осыны ұсынамын, осы кітапты. Қазақтың ауызша тарихы.